Қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен құлпынайды қысқа қалай мұздату керек екені туралы бөлісемін. Ең алдымен құлпынайды мұздай суға жақсылап жуып аламыз. Одан кейін оны тазалап, блендермен бір келкі етіп еземіз. Езілген массамызға шекерді дәміне қарай қосамыз. Қоспасаңыздар да өте дәмді болады. Шекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Түбінде қалып қалмауы керек. Құлпынай езбесін қалауынша сақтауға болады. Мен ыдыстың түбіне бірнеше құлпынайды салып, үстіне езбемізді құйып шықтым. Ал бетіне қарақат пен таңқурайды салдым. Ал сіздер ештеңе салмай құр езбенің өзін сақтасаңыз болады. Қақпағын жауып тоңазытқышқа саламыз. Қыстың күні бұл езбені балмұздақ немесе коктейльге қоссаңыз болады. Немесе құр өзін былайша да қасықпен алып жей беруге болады. Дайындап көріңіздер, ас болсын.